Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұсыныс білдіремін. Мақсаты дала жануарларын қалай қорғауға болатыны туралы сөйлесу және ұсыныс пікір жазып үйрену. Ребята, тема сегодняшнего урока – мое предложение. Сегодня поговорим, как можно защитить животных, научимся писать свое мнение и предложение. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер ұсыныс, предложение, пікір, мнение, тыйым салу, запрещать, ату, стрелять, соғу, бить, либо ударить. Қайталаймыз. Ұсыныс, пікір, тыйым салу, ату, соғу. Жаңа сөздерді сөздікке жазамыз. Енді келесі бірінші тапсырма сурет бойынша сөйлем құрап, киік қауіпті жерде ме, әлде қауіпсіз жерде ме сұрағына жауап береміз. Ребята, составьте предложение по картинкам, ответив на вопросы, в безопасном ли месте стоят сайгаки или в опасном. Мысалы, бірінші суретте киік қауіпті жерде тұр. Орманда өрт болып жатыр. На первой картинке сайгак стоит в опасном месте, потому что в лесу идет пожар. Приостановите видео и попробуйте составить предложение с остальными картинками. Жақсы, енді өз жауаптарымызды тексерейік. Теперь давайте проверим ваши ответы. Екінші суретте киік қауіпті жерде тұр. Жолдан машине келе жатыр. Үшінші суретте киіктер қауіпсіз жерде тұр, өйткені олар қоршауда тұр. Және төртінші суретте киік қауіпсіз жерде тұр, ол қоршауда тұр. Сравните ваши ответы с правильным ответом. Я думаю, у всех правильно. Келесі. Үшінші тапсырма. Екі мәтін берілген, бірге оқимыз. Қазақстанда киіктердің саны азайып бара жатыр. Оның бірнеше себептері бар. Бірінші себебі қаскөйлер киіктерді жиі атып, оның мүйізін сатады. Менің ойымша, киіктерді атуға тыйым салу керек. Келесі, қазіргі кезде киіктер арасында жұқпалы аурулар көп. Ауру киіктерді ұстайтын қасқырлар саны аз. Кейде киіктерді жолдағы көліктер қағып кетеді. Менің ойымша, киіктер жүретін аймаққа қоршау тұрғызу керек. Ребята, приостановите видео, прочитайте текст на казахском, затем на русском языке. Келесі төртінші тапсырма. Мәтін бойынша дұрыс немесе бұрыс екенін анықтаймыз. Работа по тексту. Вам нужно определить, правильно ли эти предложения или нет. Прочитайте предложение, переведите его, потом запишите его в тетради и определите, правильно ли они или нет. Келесі есте сақта, яғни грамматика. Бүгін біз сіздермен етістіктің болжалдық және міндеттілік мағынасын өтеміз. Ребята, в казахском языке, чтобы сказать глагол в обязательной форме, мы используем слово «керек». Если же наши действия предположительные, то используем слово «қажет». Мысалы, тыйым салу керек переводится «надо запретить», а тыйым салу қажет переводится «нужно запретить». Қорғау керек, надо защитить, қорғау қажет, нужно защитить. Бақылау керек, надо наблюдать, бақылау қажет, нужно понаблюдать. Ребята, обратите внимание, как используются эти модальные слова керек и қажет с неопределенной формой глагола. Еще раз ознакомьтесь с правилой. Және келесі бесінші тапсырма. Өз ұсынысыңды айт, киіктерді қорғау үшін не істеу керек. В пятом задании мы с вами попробуем рассказать свое предложение
По поводу, что же нужно сделать, чтобы защитить сайгаков. Мысалы, менің ұсынысым мынадай. Мое предложение. Киіктерге арнайы сырға тағу керек. Им нужно проколоть специальные серьги. Келесі. Киіктер үшін қоршау тұрғызу керек. Нужно построить ограждение для них. Киіктерді бақылауға тікұшақ пайдалану керек. Нужно использовать вертолет, чтобы за ними наблюдать. Қыста киіктер үшін қора салу керек. Зимой нужно построить сарай для них. Қыста киіктерге дәрумендер беру керек. Зимой нужно дать им витамины. Теперь, ребята, вы расскажите несколько предложений по поводу, что же нужно сделать, чтобы защитить сайгаков. Какие у вас есть предложения? Свои предложения на казахском языке голосовым сообщением отправляйте своему учителю. Балалар, енді сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.